Баршаңызға сәлем. Менің мастер-классыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай кіп-кішкентай сүп-сүйкімді пинетке тоқуды үйретемін. Тигренок кіп-кішкентай пинеткеміз. Табан өлшемі 10 сантиметр. 3-6 айлық балаға арналады. Осындай пинетке тоқуларыңыз келсе, менімен соңына дейін болыңыздар. Пинеткемізді енді бастаймыз. Менде жіп, хлопок, молочный хлопоктан тоқимын. Осындай оранжевый түстен. Үште 6 айлық балаға тоқу үшін бізге бірінші 17 воздушный петля набирать етуіміз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осылай 17 воздушный петля набирать етіңіздер. 17 воздушный петляны теріп алдық. Енді осы 1, 2, 3. Үшінші петляға 3 столбик бір накидпен тоқимыз. 1, 2, 3 столбик бір накидпен тоқыдық. Ары қарата 13 столбик бір накидпен тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 13 столбик бір накидпен тоқып алдым. Енді ең соңғы петляға 6 столбик бір накидпен тоқуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қарама-қарсы қатарға тағы да 13 столбик бір накидпен тоқимыз. Накид ең бірінші петляға. Жібімізді арасына тығып отырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 и 13. Енді мына жерге ең соңғы ілгекке 3 столбик, 1 накидпен тоқуымыз керек. Накид. Мына жүгімді кесіп алып тастайын. Бір, екі и үш. Мына жерде біз 1, 2, 3, 3 столбик, 1 накидпен тоқыдық қой. Ал мынау ілгекті біз 3 ілгек тастап кеттік. Соның ең соңғысына мына жерге іліп аламыз. Мына жердегі 1, 2, 3, үшіншісіне іліп аламыз да біріктіреміз. Біріктірдік. Енді екінші қатарымыз басталады. 1, 2, 2 воздушный петляны набирать етіп алдық та, накид, дәл осы жерден 1, тағы да осы жерден 2 прибавка жасадық. Алдыңғы 3 столбиктен бір прибавка қосып 6 столбик шығарымыз керек. 1, 2, 3, тағы да осы жерден 4, 5, тағы да осы жерден 6, 3 столбиктен 6 столбик шығардық. Ары қарата 13 столбик, 1 накидпен тоқимыз. 1, 2, 13 столбик, 1 накидпен тоқып алдық. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиктен 12 столбик шығаруымыз керек. Әр столбикке бір столбик қосып прибавка жасаймыз. 1, осы жерден тағы бір столбик, 2 болды. 2 столбик, 1 накидпен 3, тағы да осы жерден прибавка 4, келесі 5, тағы да осы жерден прибавка 6, келесі 7, осы жерден тағы прибавка 8, келесі 9, осы жерден тағы бір прибавка 10, келесі 11, осы жерден ең соңғы прибавка 12. 12 столбик, 1 накидпен тоқыдық.
Ары қарата 13 столбик тоқимыз. Ең соңғы 3 столбикке жеткізбей. Сонда 13 столбик бір накидпен тоқуымыз керек. 1 2 13 столбик бір накидпен тоқыдым. Енді мына 1 2 3 столбикке бір столбик қосып 6 столбик тоқуымыз керек. Накид 1 осы жерден бір прибавка 2 келесі столбик 3 осы жерден тағы бір прибавка 4 келесі 5 осы жерден соңғы прибавка 6 столбик бір накидпен тоқыдық. Енді 1 2 ең соңғы ілгекке іліп аламыз. Былайынан қараған кезде көрінеді. Біріктірдік. Енді үшінші қатарымыз бір ілгек көтеріп аламыз. Осы жерден бір столбик тоқыдық. Енді бізде 6 столбик, алдыңғы қатардағы 6 столбиктен бір 6 столбиктен 9 столбик шығарымыз керек. Бірінші столбик 1, келесі екінші столбикте прибавка жасаймыз. 3, осы жерден тағы 4. Келесіде 5, прибавка жасамаймыз. Келесінде жасаймыз. 6, осы жерден тағы бір столбик. 7, келесі столбик. 8, прибавка жасамаймыз. Келесі столбик. 9. Ең соңғы 10. Сонда қанша болды бізде? Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбик тоқыдық. Ары қарайта 5 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиктен кейін полунакидпен 4 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Қалған 4 столбикке 4 столбик бір накидпен тоқимыз. Накид 1, 2, 3, 4. Енді алдыңғы қатарда 12 столбик бір накидпен тоқыдық. Осы 12 столбикке прибавка жасаймыз. 12 столбиктен 18 столбик тоқимыз. Накид 1, келесі 2, осы жерден бір прибавка 3, келесі
4. Келесі 5. Осы жерден бір прибавка 6. Келесі 7. Келесі 8. Осы жерден бір прибавка 9. Келесі 10. Келесі 11. Осы жерден бір прибавка 12. Келесі 13. Келесі 14. Осы жерден бір прибавка 15. Келесі 16. Ең соңғы прибавкамыз келесі столбикке 17. Прибавка 18. Осылай 18 столбик тоқимыз. Ары қарата қайталаймыз. Накид 4 столбик бір накидпен 1, 2, 3, 4. 4 столбик полунакидпен тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 5 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді осы 6 столбиктен 9 столбик тоқимыз. 1. Келесі 2. Осы жерден бір прибавка 3. Келесі 4. Келесі 5. Осы жерден бір прибавка 6. Келесі столбик 7. И ең соңғы столбик 8. И осы жерден бір прибавка 9. 9 столбик жасадық. И сонымен пинеткамыздың табанын тоқыдық. Ең соңғы столбикке соединительный петлямен біріктіреміз. И жіпті арасына тығып тастаймыз, жасырып тастаймыз. Инелеріңіз болса, жіпті инеге өткізіп, мына аралардан жасырып тастауға болады.
Осылайынша 2 табан тоқып аласыздар. Сөйтіп екеуін біріктіреміз. Екі бетінен аламыз, екі өрімінен аламыз. Осылайынан соединительный петлямен тоқып шығамыз. Екі өрімінен аламыз. Осылай соединительный петля арқылы айналдыра тоқып шығамыз. Екеуін біріктіріп тоқыдық. Ең бірінші жағы соединить еткен петлямызға осы чөбімізді өткіземіз. Екі жағы екі өрілген бетінен аламыз да. Чөбімізді өткіздік. И қайтадан артқы өрілген ілгегімізден петлямыздан ілгегімізді алып чөбімізді тартамыз. Сонда осындай өрілген петля шығу керек. Ары қарата мына чөбімізді алып инемен өткізіп арасына тықпыстаған жақсы. Инемен өткізіп алдық, арасынан осылай жасырып тастаймыз. Алдыңғы деталін тоқу үшін бізге 13 воздушный петля тоқу керек. Бір, екі, үш, төрт, осылай 13 столбик, 13 воздушный петля набирать етіңіз. 13 столбик, 13 воздушный петля тоқыдық. Енді біз арт жағынан бір столбик таста кетіп, екінші ілгегінен іліп тоқуымыз. Артқы жағынан бір,
2. Артқы жағынан тоқимыз. 3, 4, ең соңғы, 12. Бір воздушный петля көтеріп аламыз. Керебесі бетіне айналдырып, мына жерден 1, осы жерден бір прибавка жасаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ең соңғы столбикке тағы бір прибавка жасаймыз. 13, 14. 14 столбик болды бізде. Бір воздушный петля жоғары көтереміз, айналдырамыз. Бір 14 столбик тоқимыз, ешқандай прибавка жасамаймыз. Через ряд каждый столбиктің басы мен аяғында бір-бір прибавка жасаймыз. 1, 14. Бір воздушный петля көтереміз. Осы қатарда бір прибавка жасаймыз басында. Бір прибавка жасадық, 2. Соңында тағы бір прибавка жасаймыз. 15, 16. Бір воздушный петля. Келесі қатарда 16 столбик тоқимыз, ешқандай прибавка жасамаймыз. 16 столбик тоқыдым, бір воздушный петля көтеріп аламыз. Осы қатарда прибавка жасаймыз. 1, осы жерден 2, 16, 17. Бір прибавка жасаймыз. 18. Келесі қатарында прибавка жасамаймыз. 18 столбик тоқимыз. Бір воздушный петля көтереміз, айналдырамыз. Осы қатарда бір прибавка жасаймыз. 1, прибавка, 2, 3, 4,
18, 19, бір прибавка 20. Бір воздушный петля көтереміз. Жиырма столбик, прибавка жасамай, 20 столбик тоқимыз. Жиырма столбик тоқыдық, бір воздушный петляны көтеріп аламыз. Прибавка жасаймыз. Бір прибавка, сонымен 2 столбик. 3, 4, 20, 21, бір прибавка, 22. Воздушная петля, 22 столбик тоқимыз. 22 столбик тоқыдық. Енді 6 столбик, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбик. Бір воздушный петля көтеріп аламыз. Осылай 14 қатар 6 столбик тоқуымыз керек. 2, 3, 6, бір воздушный петля айналдырамыз. Үшінші қатар 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бір воздушный петля. 1, 2, 3. 3 қатар тоқыдық. Осылайынан 14 қатар тоқыңыздар. 14 қатар тоқып алдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 қатар тоқып алдым. Енді екінші жағынан 6 столбик. Тағы да тура осылай 14 қатар 6 столбиктен тоқуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Екі, үш, төрт, бес, алты. Бір воздушный петля айналдырамыз. Бір. Осылай 14 қатар тоқыңыздар.
осылай деталіміз шығу керек. Мынау бізде оң, мынау теріс. Осылайынан бізде пинетке шығады. И мына екеуін теріс қарата осылай біріктіріп тігіп жіберіңіздер. Осылайынан біріктіреміз. Енді айналдыра тоқып обвязка жасаймыз. Жіптерді арасынан жасап тастаймыз. Каждый қатарынан. Бұрыштан 2 столбик тоқып жібереміз. Обвязкасын жасап бітірдік. Ең соңғы петелькаға соединять етеміз. Жібімізді инемізге өткізіп алып, каждый стежок-стежогымен біріктіріп тоқимыз. Тоқығанда тігеміз. Осы 2 өрімінен алып біріктіреміз. Осылайынан. Егер де екеуінің несі сәйкес келмесе, мысалға менде табанында 63 шықты, ал обвязка жасаған кезде 64 шықты. Сәйкес келмесе, ештеңе етпейді. Тіккен кезде ол білінбей кетеді. Өйткені біз не жерден бір прибавка жасадық қой, содан бізде 64 болып кетті. Егер де прибавка жасамағанда, онда 62 столбик шығу керек. Қараймыз, ортасынан белгілеп аламыз. Осылайынан айналдыра тігіп шығу керек.
осылайынан істек жоқ бойынша айналдырып тігіп шығыңыздар. Пинеткеді тоқып бітірдім. То есть екі детальді соединять еттім. Енді бізге обвязка жасау керек. Обвязка жасаған кезде 32 столбик шығу керек. Егер де 32 столбик шықпаса, мына бұрыштарынан қысқартып 32 столбик шығару керекпіз. Қоңыр жіпті аламыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, 10 столбик тоқыдым. Қысқартамыз. 1, 2, екеуін бірге 11 столбик. Тағы бір қысқартамыз. 12 столбик. 20 столбик тоқыдым. Тағы қысқартамыз. 21. Тағы да қысқартамыз. 22. 23. 30 столбик тоқыдым. Бізге 32 қылу керек, сол үшін қысқартамыз арт жағынан. 1, 2, екеуін бірге 31. Ең соңғы қысқарту. Тағы мына жерден біреуін алайық. 32. Мынамен соединительный петля жасаймыз. Енді соединительный петлямен обвязка жасап, бір қатар тоқимыз. Ең соңғы соединительный петля. Бір белгіге көтеріп, петлялардың арасына жаздырып тастаймыз.
құлағын, мұрнын и құйрығын тоқимыз. Сосын барлығын бірге біріктіріп тігеміз. Колечкаға 6 столбик тоқимыз. 1, 2, 6 столбик колечкаға тоқып алдық. Ең бірінші неге? Петляға соединять етеміз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Осылай қатарынан 3 қатар тоқуымыз керек. Соединительный біздің бірінші петлямыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, соединительный петля, бір петля подъема, тағы осы жерден бір столбик и тағы да бір круг. Сонымен бізде 1, 2, 3, 4 қатар 4 столбик сары, 4 столбик сары жіппен, 2 столбик қоңыр жіппен, 2 столбик сары жіппен, 2 столбик қоңыр жіппен, тағы да 2 столбик сары жіппен и 1, 2, 3 столбик қоңыр жіппен тоқыңыздар. Осылай айналдырам. Когда үшінші қатарда қоңыр түспен 6 столбик тоққан кезде ең соңында бір-бірін бекітіп соединительный петлямен бір-біріне былайынан как тіккен тігіс сияқты бекітіп тастасаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай істесеңіздер болады. Енді құйыршығын былайынан инемізбен тігеміз.
осылай тігіп тастадым. Енді құлағын тоқу үшін 6 столбик. Bir, екі, үш, төрт, бес, алты. Енді 6 столбиктен 12 столбик істеуіміз керек. Прибавка жасаймыз. Соединяем, воздушная петля. Осы жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, осы жерде тағы 6, 7, осы жерден тағы 8, 6 столбиктен 12 столбик. Каждый столбикке прибавка жасаймыз. Тоғыз, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, мынамен 12 болды. Соединять етеміз. Жүгімізді аламыз. 12 столбик қоңыр жіппен обвязка жасаймыз. Воздушная петля. Жіптің ұштарын сразу тоқитын кезде арасына жасырып тастаймыз. Bir, воздушная петля, 2, 3, 4. Мына жіпті кесіп алып тастайық сразу. Он екі столбик тоқуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Соединительная петля, воздушная петля. И осы жерге 12 тоқсақ болады. Мына жерге тоқи салсақ болады, білінбейді. 12. Бірінші петлямен біріктіреміз.
осылай. Тағы да екінші құлағын тура осылай тоқимыз. 6 столбик сары жіппен, потом оны көбейтеміз. Сонда 12 столбик екінші қатар, үшінші қатарды қоңыр жіппен 12 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 3 қатар болады. Сосын соединять етіп, жіпті үзіп, араларына тағып тастаймыз. Екі құлағын біріктіріп тіктім. Енді мұрны қалды, көзі қалды, и мынандай стежоктары қалды. Мұрын тоқу үшін колечкаға 3 воздушный петля тоқуымыз керек. 1, 2, 3. Енді 5 столбик, 5 столбик тоқуымыз керек. Накидтерді тек қана провязывать етеміз. Ол былайынан болады. 1, 2, 3, 4, 5 и барлығын бір петлядан өткіземіз. Енді соединять етеміз. 1, 2, 3, 3 воздушный петля, накид. 1, 2, 3, 4, 5. И барлығын біріктіреміз, бір петля жасаймыз. 1, 2, 3. Ең соңғы неге соединять етеміз. Сосын жібімізді тартамыз. Осылайынан тігеміз. Мұрнын тоқимыз бірінші, тігеміз.
мұрынтақ болдық. Енді мұрынтақ болдық деген ғой мұрын. Былайынан клей болса, клей етіп қойсаңыздар болады, чтоб жабысып тұратындай. Енді көзі ғана қалды. Көзін екі қара моншақпен тігіп қойсаңыздар болады. Немесе мен сияқты осылай жіппен істеуге де болады. Если моншақтарыңыз болмаса. Бірақ моншақпен әдемі көрінеді, негізі көз деген. Просто моншағым бітіп қалды, содан жіппен істей салдым. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Алты рет орап аламыз жіппен. Сосын түйін жасаймыз осылай. Алты рет орап алдық. Ары қарай сөйтіп бекітеміз. Тағы да 6 орам жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ақ жіппен, ине жіппен мына мұртты былайынан тігіп қоюға болады, немесе клейтетіп гелевый клеймен жабыстырып қоюға болады. И құлағында тігуге ерінсеңіздер, тоже клейтетіп қоюға болады. Егер ұнап жатса, лайк, подписка жасап қойыңыздар. Комментарияға да жазып қойыңыздар. Комментарияға жазсаңыздар, мен сіздерге әрдайым жауаптарыңызды қайтарамын. Сау саламатта болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.